Ерлан аға, біз сізбен бірге қаншама сұхбаттарды жазып тастадық, иә? Осы сұхбаттардың мақсаты, олар кімдерге арналған, соны айтып өтесіз бе? Мен осы көбісі біле бермейді. Кейбіреулер бір рилсті көреді да, содан қорытынды жасай береді де негізі. Жалпы біз басынан аяғына дейін оны көретін болатын болса, яғни мен өзім 30 жылдық кәсіпте тәжірибем бар. Былай айтқанда орта, шағын кәсіптің эксперті болып табылам. Өйткені мен сол деңгейде өзім тұрмын. Өзімнің өткен қаншама қателіктерім бар, болмаса жақсы жетістіктерім бар. Тек қана сонымен бөлісем. Біріншіден ол жаңағы кәсіпкерлерге мүмкіндік береді. Яғни менің өзім жаңағындай семьялық тұрғыдан алатын болсақ, бұл кәсіп құр өзінен өзі пайда болмайды. Ол міндетті түрде өзінің жанұяңды түртіп кетеді. Жанұяңды түртіп кетеді. Енді өздеріңіз білесіздер, жаңағы бірінші отбасымнан қыз бен ұл бала, кейінгі отбасымнан ұлдар бар. Сондықтан екеуін біріктіру, яғни бизнесті бірге алып жүру, яғни ол ішінде бала тәрбиесі де кіреді, бизнесті де алып кету керек. Сондықтан мен өзім сұхбаттарымнан көбінесе жаңағы семьялық тұрғыдан алып кетем. Болған сондай оқиғалардан, тәрбие жағынан да, болмаса бала мен әкенің тәрбиесі, болмаса келіншек пен күйеуінің ортасында қарым-қатынас, оның бәрі міндетті түрде сен бизнесіңді іліп кетеді. Біреулер сізден кеңес алайын деп келдім дейді, мысалы. Сонда мен айтам, әйелі болмаса күйеуі сұрайтын болса, айтам, сіздерде отбасылық кәсіп па десем, иә десе, ондай болса міндетті түрде отбасының екінші мүшесін алып кел деймін. Міндетті түрде екеуін. Неге? Өйткені көбінесе бизнесте проблема болмайды. Бизнесте, саудада проблема болмайды. Көбінесе 80% проблема қарым-қатынаста болады. Күйеуімен, ер азамат пен әйелдің арасында қарым-қатынас. Екеуі бір-бірін түсінбегендіктен жұмысының, кәсібінің берекесі қашады. Сондықтан екеуін жақындастырам психологиялық тұрғыда. Сосын кейін бизнесіне кішкене сілтеме жасаймын. Не бір инсайттар, болмаса инструменттер берем. Сонда екеуінің бизнесі сразу өзгеріске оң жағының өзінің көрсеткішін көрсетеді. Сондықтан біздің сұхбат тек қана орта шағын кәсіп емес, яғни бұл семьялық тұрғыда тәрбие жөнінде де іліп кетеді. Мемлекет отбасынан басталады дейді ғой. Сол отбасын жөндей отыра, оның кәсібін жөндейміз. Менің бағыт-бағдар беретін негізі осылай. Өзім беретін ақпараттарым. Енді ол қандай нәтиже берді деп айтатын болсақ, екеуміздің, мысалы, біздің сұхбаттасып отқанымызға бір 4-5-6 ай болып қалды. 5-6 айдың ішінде қаншама деген отбасылардың бизнестері қазір өркендеп дамып келе жатыр. Біріншіден, олар отбасында береке туындады. Енді өзім жанымда келіп сұхбат алғандарды қарап отырамын ғой сырттарынан. Сосын кейін кәсіптері уже жинақтала бастады. Көп адамдар жаңағындай әйелі жаңағы алғыр болса, күйеуі кішкене артқа тартқақ жасайды. Күйеуі істеп жатса, жаңағы әйелі қызғанып, жаңағындай оның аяғын шала бастайды. Сондай бір келіспеушілік. Болмаса анау мынандай бизнес бастаймын десе, жоқ мен мынандай істеймін дейді. Сондай ауызбіршіліктер бөлінеді да, оның бәрі кесір бизнеске тақалады. Құр бизнесті айта беретін болсақ, бұл жерде ол мысалы жаңа кеңес беретін болсақ, құр бизнесте ол нәтиже бермейді. Бұл сұхбатты басынан тыңдау керек адам баласы. Сонда ғана ол жанында кім ключевой. Мысалы бір ата-анасына алаңдайды. Может, кейбіреуі жаңағы бауырын алаңдайды, қарындасын алаңдайды, келіншегін алаңдайды, ағасын алаңдайды. Түсіндіңіз ба? Вот сол мәселелерді қайсысына зависимый, соған қарау керек. Сол екеуін адамның, қайсысына зависимый адамның соны арасын жақындастыратын болсақ, қарым-қатынас, яғни ол сөйлесу мәнері, болмаса жаңағы бір-біріне жаңағы тығыз қарым-қатынасты күшейте алсақ, тәрбие жөнінде, онда бизнесі міндетті түрде дөңгелейді. Түсіндіңіз бе? Или жаңағы бизнесі қанша күшті болғанымен, бір адамға зависим болады ғой, мысалы, әйелдің көңіліне қарайды, күйеуінің көңіліне қарайды, ағасының көңіліне қарайды, інісінің көңіліне қарайды. Көп қой біздің енді біз қазақ болғаннан кейін бір-біріміздің көңіліне қарағыш біз негізі, ананың көңіліне, мына көңіліне қарап тұрамыз. Сол жерде кішкене правильный диалог, правильный қарым-қатынас, дұрыс қарым-қатынас қоя алсақ біз, онда нұр үстіне нұр. Біздің мынау сұхбаттарымыздың бәрі өзімнің, мен біреуді айта алмаймын, өзімнің басында, өзімнің деңгейіме жеткізуге бар күшімді салып атқан әрекетім бар. Яғни сіздерге де мен аз қаражат төлемеймін.
ай сайын 6 ай бойы тұрақты төлеп келе жатырмын. Осы мынаның бәрі шығын дегенмен де адам баласы өзі жаңағы берушілер қатарынан көріну керек. Алушылар емес, берушілер қатарынан. Яғни жаңағы жолдан өткізе салып, сумкасын көтеріп бере салып, біреуге күліп қарай салып, жылы сөйлесе салып, комплимент айта салып, мадақтау айта салып, мақтай салып, осы қайырымдылық жаса. Сол бұл ең үлкен сауаптың бірі өзіңнің алған біліммен бөлісу. Мысалы, шетелде бұндай бір заң бар екен. 70-ке уже пенсияға шыққан адамдар, яғни солар 40-тан асқаннан кейін өкімет прямо мәжбүрлейді екен. Кейінгі ұрпаққа білім беру деп. Пенсияға шығу үшін сондай стимул болады да, яғни. Сонда олар өкімет кәдімгі міндеттеп қойған. 40-тан асқан адамдар мысалы, яғни кейінгі жас ұрпаққа тәлім тәрбие беру керек. Бізде ондай міндеттеме жоқ өкіметте, өкінішке орай. Бірақ мен өз тарапымнан мысалы ниет қылып, яғни енді қаншама қателік жасадым, кемшіліктер қанша болды мен басымда. Мынадан кемшіліктер, әлі де кемшіліктер бар. Бірақ соның қалай жем шықтым, қалай өттім, сол сұхбаттармен бөлісіп отырамын. Бұл сұхбатта. Яғни бір жағынан тәрбие, бір жағынан системасын, бизнестегісін жүйелендіру. Ол өте пайдалы. Қоғамда егер ауызбіршілік болатын болса, отбасында ауызбіршілік болатын болса, бизнес жүріп жатса, бизнесінің жүріп, ол жақсы жұмыс орындары ашылып жатса, ол деген бәленбай налог төленіп жатса, ол налогтың ақшасына жаңағыдай жол болмаса, жаңағы балалар үйі, жаңағы мектеп болмаса, жаңағы садик дейді, ашылып жатса, нұр үстіне нұр емес пе? Мен ең бастысы политикаға кірмеймін, дінге кірмеймін, маған керек жоқ. Яғни ұлтқа бөлмеймін. Тек қана осы бағытым осындай. Енді шағын және орта кәсіпкерлерге арналады деп жатырсыз ғой сұхбаттарыңыз. Бірақ мен ойымша, сіздің мына видеоларыңызды көп адамдар инстаграмдарында, историяларында бөлісіп жатады, ватсапта, чаттарда, көптеген группаларда сіздің видеоңызды кәдімгідей адамдар мотивация ретінде жіберіп жатады екен бір-біріне. Яғни сіз адамдарға қазір осы 5-6 айдың ішінде мотиватор бола білдіңіз деп ойлаймын. Мотиватор деп енді өзімді мотиваторым деп айта алмаймын енді. Бірақ үнемі бір жақсы энергия бар өзімнің бойымда қазір қалыптасып келе жатыр. Оны жаңағы сөйлескен адамдарынан байқаймын. Өйткені мен өзімді мынандай деп айта алмаймын. Бірақ көп адамдармен сөйлескеннен кейін көзінің қабағына қарап отырамын ғой енді. Өзгерістер бола ма, жоқ па деп. Сонда бір нұр біткендей, қуаныш біткендей, сондай жақсы бір андай шаттанып тұрады да, сол кезде ойлаймын, значит мен бере алдым бірдеңке. Ол ала алды деп өзіме сондай баға беріп кетемін негізі. Өйткені адам өзіне баға бере алмайды, тек қана ел бере алады. Егер ел жандай сұхбаттан кейін жақсы энергия алдым, осындай кездесуден күшті болып кеттім десе, ол нұр үстіне нұр ол мен үшін. Бала демекші, Ерлан аға, сіз айтып отырсыз, сұхбаттарым жаңа кәсіпкерлерге арналады деп отырсыз ғой енді. Бірақ сіз осы сұхбаттарыңызды ойламайсыз ба? Артыңыздан өсіп келе жатқан ұрпаққа, яғни оның ішінде өзіңіздің балаларыңызға бұл бір мұра ретінде қалатын сияқты. Насихатқаным ол бар ғой, былай да. Менде ол мынандай намеренно жасалынып жатқан жоқ. Бірақ өзім ойлаймын да, бұрынғы батырлардың жанында сал-серілер жүрген. Солар жаңағы өлең шумақтарымен олардың батырлығын, я болмаса олардың істеген әрекеттерін, сұлтандардың, сол болыстардың істеген әрекеттерін сол сал-серілер өлең шумақпен жеткіздіріп отырған. Қазіргі таңда мен оны бір әдейі істеп жатқаным жоқ. Бірақ қазір қарап жатсақ, соцсет қой енді қазір. Соцсет қатты дамып жатқан жағдайда осы соцсет арқылы әйтеуір бір жерде осы бір жерде әйтеуір кейін жасымыз келіп жатсақ, бәрібір де қалатын сияқты. Оны сезем. Бірақ жаңағы балаларға жаңағы богатое мышление, бедное мышление деген қазір тренд болып кетті ғой қазір. Жоқ, ол ондай мышление емес мәселе. Ол қателеседі көбісі. Ниетте бәрі. Түсіндіңіз бе? Жаңағы ұлдарыма айтқан кезде мен айтамын, ақша табам демеңдер. Қанша пайда әкеле алам. Менің істеген адамнан қанша пайда ала алады. Ал бизнес тілінде ол анализ рынка деген бар. Боль клиента дейді. Түсіндіңіз ба? Клиенттің бірінші диагноз қою керек, ауруын табу керек дейді. Я маркетологтар анализ рынка дейді, рынокты зерттеу дейді. Сосын керекті дәрісін беру, керекті несін беру. Сондықтан адам ақша табам, мен мынадан миллион табам деп істемеу керек. Істеген ісінен, сен ниетіңнен қаншадан пайда көреді, қаншадан рахаттанады. Түсіндіңіз ба?
қанша адамның алғысына бөленесің. Түсіндіңіз ба? То есть ниет, мен балаларыма тәрбие берген кезде, пайда ақшада емес. Бірінші не бере алам, одан қандай қуаныш алады ол адам. Намерение дейді. Орысша айтқанда, қазақша айтқанда ниет дейді. Богатый мышление деп адам ниетті айтады қазақша. Богатый мышление деген анау крутой машина мініп алып, андай емес. Ол бір күні береді, бір күні кетеді ол дүние. Но на самом деле богатый мышление дегені, оны қазақша айтқан кезде үлкен ниеті қандай, пейілді қандай, көңілі қандай. Аузын ашса көмекейін көрінеді дейді. Көңілі дарқандай деп айтады қазақтарда. Түсіндіңіз ба? Ол адам жанынан адамдар кетпейді, жанында төңірегінде жүреді. Ана жарыққа үймелеген көбелектер сияқты. Түсіндіңіз ба? Ол сол пейілі ниетіне қарай Алла Тағала береді. Богатый мышление деп мен өз тарапынан солай ойлаймын. Ниеті дарқан, ниеті кең адамдарды богатый мышление дейді. Соны Құдай сондайларға береді. Ертелгеш береді. Сіз бір сұхбатыңызда айтқансыз, балаларым бизнесқа қанша тәрбиелесем де әлі де кемшіліктер жасап жатыр деп айттыңыз. Мысалы, бизнеске әлі де келе алмай жатыр, істей алмай жатыр деп айттыңыз ғой. Енді сіздің мына сұхбаттарыңыздың көбі сол бизнес жайлы. Қазір балаларыңыз ден қойып тыңдамаса да, кейін бәрібір артқа айналып келіп, жасы жеткен кезде сіздің сұхбаттарыңыз сол балаларыңызға әсіресе үлкен пайда істейтін сияқты. Ең қызығын айтайын ба? Осына бизнесте жүргелі бері 10 жыл сол балаларды тәрбиелеп жатырмын. 10 жыл айтқан сөзім бәрі мына жағынан кіріп, мына жағынан шықты ғой. Далаға кетті деңіз. Далаға кетті. Оказывается, мен сөйтіп ойлайтын едім. Олай емес пе екен? Олай емес екен. Қазір енді өздері жайлап шағын бизнес ашып жатыр ғой енді. Шағын бизнес ашып жатыр. Енді мен айтқандардың бәрін біреу елемеген ғой. Мен айттым ғой, 10 жыл болып айтып келдім, елемеген ғой енді. Енді сол айтқан нәрсемді мына жерде қалай, мына жерде қалай менен сұрайды уже. Түсіндіңіз ба? Мен айтамын, кезінде сіздерге айтып едім ғой, мынандай десем, иә деп. Түсіндіңіз ба? То есть әйтеуір бір какой-то процент қалып кеткен де бәрібір де. Түсіндіңіз ба? И ол ертелі кеш өзінің несін жарып шығады екен. Ең бастысы төбеде сабыр керек екен да, и шыдамдылық керек екен. Қазір енді менімен мақтанады. Ұлдарым үні ешкімге бір жар салып мақтанып, Ерланның баласымыз, Ерлан еркен балаларымыз деп айтпайды екен. Ешкімге. 11 жыл оқыған класстасы осы жерде келіп, осы жерге. Сосын айтқан ғой енді, Бәленше деген адреске кел. Осы жерде Ерлан ерке деген дүкен бар, сол жерде офис бар, сол жаққа келе сал деген. Ол жерде білем ғой деп. Сондағы почти 11 жыл оқыған бала мына жаққа келіп, осылардың баласы міне деп таң қалып жатыр. Сон папа дейді, не десем, оказывается, біреулер айтса ғана біздің қадірімізді біліп жатыр да, бір айтқан кезде. Түсіндіңіз ба? Енді ғана біздің олардың алдында көз алдымызда абыройымыз енді не қылып жатыр да, көрініп жатыр да. Ауыл сырттар айтушы не істедік? Жылдар еңбек еттік, жылдар қиналдық, жылдар қиыншылықтар өтті. Сол қиыншылықтардың бәрін балаларым бірге бөлісіп өтті негізі. Оларға бір ол мақтаныш емес ол уже. Түсіндіңіз ба? Ол мақтаныш емес, оларға сол бір күнделікті өмір сияқты көрініп тұр да бұл. Ең сол біреулер келіп таңғалып айтып жатса, сол балаларым айтады, ну, орысша айтқан, оно того стоит екен ғой деп ше. Көрдіңіз ба? Сол сияқты балаларымызға енді қазір енді пайдамыз тиіп жатыр деп ойлаймын.